Елдос Сметов Олимпиада ойындарына баруға лайық емес. Біз бүгін Елдос Сметовтың 2028 жылға Лос-Анджелесте болатын Олимпиадаға баруға лайық емес екендігін және 2024 жылғы Олимпиадаға да баруға лайық болмағандығы туралы ақпарат бөлісетін боламыз. Армысыздар, бокс мотив парақшасына қош келдіңіздер. Елдос Бақтыбайұлы Сметов 1992 жылғы салмағы 60 кг, бойы 1,67. Азия ойындарының чемпионы 2014 жылғы, 2016 жылғы Азияда чемпионатының чемпионы және 2015 жылғы әлем чемпионы. Ал Олимпиада ойындарының 2016 жылғы күміс жүлдегері және де Токио ойындарында, яғни 2021 жылы қола жүлде алған, одан бөлек 2024 жылы алтын медаль алды. Енді Елдос Сметовтың бұндай жетістіктерін айта отыра, біз бүгін дәл қазір Елдос Сметовтың алдына шыққан ең алғашқы кедергілер жайлы айтайық. Елдос Сметовтың Олимпиадаға баруы басынан бастап проблема болған. Не үшін? Себебі оның алдынан екі үлкен қарсылас шықты. Ол қарсыластар басқа елдің емес, дәл өзіміздің бауырларымыз. Ең бірінші 26 жастағы Мағжан Шамшидин 2134 балмен 15-ші орында тұр, жалпы әлемдік рейтингте. Және екінші қарсылас Нұрқанат Серікбаев 21 жаста және 1999 балмен әлемдік рейтингте 18-ші орында тұр. Сіздерге салыстырмалы түрде айтайын, дәл осы уақытта Елдос Сметов 31 жаста және 1412 балмен 24-ші орында тұрған болатын. Яғни осыдан ақ біз көруімізге болады, Елдостың мүмкіндігі бұл сәтте аз болып тұрған секілді болып көрінеді. Бұл бәсекелестер, бұл даудың барлығы 2023 жылдың желтоқсан айында болып жатыр. Және осы уақытта дзюдодан бас бапкеріміз Нұрбол Сүлейменов Елдос Сметовтың иығында жарақат бар, сондықтан ол бар күшін салып, жақсы жекпе-жек өткізе алмай жатыр деп айтқан болатын. Енді біз жалпы сараптай келе, халық ретінде де Елдос Сметовтың дәуірі келе бастады деген әңгімені айта бастадық. Бұның бірден бір себебі Елдос Сметовтың алтын алған сәттерін қарайтын болсақ, 2014, 2015, 2016 жылдары ол өте жақсы бабында болған, ал одан кейін арада 8 жыл уақыт бойы тек қана қола алумен шектелді. Әлем чемпионатында оған дейін қанша жекпе-жектерге бара алмай қалған сәттер де бар. Сондықтан осының барлығын елеп ескере келе, бұл халықтың пікірін де ойлауға болады. Соның барлығын ескеріп, Нұрбол Сүлейменовтың пікірімен қайтадан спарринг ұйымдастырылатын болды. Сол спаррингтің нәтижесінде кім жеңіске жетеді, сол ары қарай лицензиялық турнирге барып, ары қарай жеңіске жетсе, Олимпиадаға барады деген пікір келген болатын. Соның арқасында Елдос Сметов осы спаррингтің барлығында жеңіп алды. Бірақ бұл спаррингтердің өзінде бізде көптеген мәселелер туындады. Көптеген пікірлер екіге бөлінді. Төрешілер Елдосқа қарай жақтасып жатыр деген сынды пікірлер орын алған болатын. Бірақ ол пікірлердің ешқайсысына да қарамастан Елдос Сметовтың осы спаррингке дейін, спаррингтен кейін барлық сәтте айтып жүрген бір ғана сөзі болды. Ол мен қазақ еліне қалай да Париж Олимпиадасының алтынын алып келемін деген сөзді қайталаудан шаршаған жоқ. Осы орайда мына бір ұлы сөз еске түседі. 5000 адам, 5 миллион адам саған сенгеннен пайда жоқ, егер сен өз-өзіңе сенбесең бе. Сол үшін де Елдос Сметовтың дәл осы сәттегі сенімін біз айқын басымдықпен айтуымыз керек. Дәл қазір енді біз Париж Олимпиадасындағы Елдос Сметовтың қарсыластарын бір атап өтейік, және оларды қалай жеңгенін бір атап өтейік. Ең бірінші 1/16 финалда. Көріп отырғандарыңыздай рейтингте төмен болғаннан кейін Елдос Сметов 1/16 ойындарынан бастап жекпе-жекке шықты. Ол сәтте Нидерланд спортшысы Тарнике Цакадояны жеңіске жетті, иппон әдісімен жеңіске жетті. Одан кейін 1/8 ойындарында украиналық Дилшот Халматовпен жекпе-жек өткізіп оны жеңіске жетті. Және одан кейін 1/4 ойындарында қытайлық Тайпей мемлекетінен Ян Юн Вэнмен жекпе-жек өткізді. Және бұл біле білсеңіздер Токио ойындарының күміс жүлдегері болатын. Дәл осы жекпе-жекті жеңгеннен кейін барып, бүкіл қазақ елі оянып, Елдос Сметовке шынайы жанкүйер бола бастады. Себебі оған дейінгі жекпе-жектеріндегі шынайы физикалық күш қуатын, рухани күш қуатын барын сезгеннен кейін ары қарай жанкүйерлер тым көбейді. Ал енді 1/2 финалда бірақ бізді оңай қарсылас күтіп тұрған жоқ. Себебі ең соңғы 2023 жылғы әлем чемпионатының чемпионы испаниялық Франциско Гарригос пен жекпе-жек өткізіп, оны жеңген болатын. Осыдан кейін бізде финал басталды. Дәл осы сәт бүкіл қазақ елі үшін өте маңызды болды, себебі
бүкіл жанкүйерлердің 90-95% дәл осы жекпе-жекті көруге келіп отыр және француз қарсыласын көруге келіп отыр. Осы сәттен бастап тіпті бұл жерде Макрон, яғни Франция мемлекетінің президентінің өзі келіп, дәл осы жекпе-жекті көруге келгеннен кейін бұл жерде психологиялық тұрғыда кез келген спортшының сынып қалатыны сөзсіз, бірақ біздің Елдосқа алтын бұйырған екен және Елдостың дәл осы жерде менталды және физикалық күш қуатына біз шынымен де браво дейміз. Осы сәтте ешқандай эмоцияға берілмей, соңына дейін күресіп, кезіндегі сәтсіздік, яғни 2016 жылғыдағыдай сәтсіздік болып қалмайтындай етіп, осы жолы жеңіске жетті. Бағы мен бабы қатар шапты. Осы бір жеңісі үшін Елдос Сметовті біз шын жүректен құттықтаймыз. Себебі бұл Қазақстан Республикасының алғашқы дзюдодан алған алтын медалі және де 2016 жылдан кейінгі алған, арадағы 8 жылдан кейінгі олимпиаданың алғашқы алтын медалі және бұл мүмкін осы олимпиададағы біздің жалғыз алтын медаліміз болуы да мүмкін. Сондықтан Елдос Сметовке деген құрмет ерекше. Ал енді біздің қазақтарға әрине несі қызық? Елдос Сметовтің ақшасы қызық. Давайте осы жайлы кішігірім айтып өтейік. Ең бірінші $250 мың, ол 120 миллион теңге мемлекет тарапынан беріледі. Былай келген кезде 6 Camry 75 ғой, 6 штук. Одан бөлік Lexus 600 автокөлігі әкімнің тарапынан берілді, 5 бөлмелі пәтер берілді, тренеріне де берілді, көшесіне асфальт салынды. Одан бөлік Елдос үшін той жасалды. Одан бөлік кәсіпкерлер 100 жылдан атып жатыр. Ал кезінде Mercedes автокөлігін сыйлаған Жұмабек Жанықұлов ағаларымыз, тағы да кәсіпкер ағаларымыз бұл жолы тағы да қандай көлік береміз деп милары қатып жатыр. Сондықтан бұндай қошеметтердің барлығын біз көре отырып, ойланып қаламыз, кезінде біз де олимпиадаға баруымыз керек еді. Бірақ бұл жерде біз қателесеміз. Біз өз ісіміздің маманы болған кезде ғана бұл уақытқа дейін, яғни Елдос Сметовтің 31 жасында жеткен жетістігін көріп, біздің бәріміз қызығуымыз мүмкін, бірақ бұдан да маңызды дүние ол осы уақытқа дейін 20 жыл, 25 жыл үздіксіз тер төгуінің арқасында осы бір жеңіске жетті деп есептейміз. Жалпы бұл алтынмен біз қазақ елін шын жүректен құттықтаймыз. Бұндай алтындар алдағы уақытта жастарға мотивация беріп, үлкен шабыт беріп, чемпиондарымыз көбейе берсін. Олимпиада тұғырынан көбірек көріне берейік. Дәл қазір бұл шығарымды шығаруымыздың негізгі себебі дзюдо ойындары аяқталды. Яғни олимпиаданың ойындарының аяқталуына әлі 3 күн болса да, дзюдо ойындары аяқталды. Соның ішінде біз жалпы есепте 7-ші орында жайғастық. Оның бір алтын Елдос Сметов және бір күмісін қоланы 66 килограммда Ғосман Қырғызбаев иеленген болатын. Осы жеңістерді ескере отырып, біз 7-ші орынға жайғастық. Осы бір алтынның әсерінен біз қазір 31-ші орында да тұрмыз жалпы әлемдік есепте. Сондықтан әрбір олимпиададағы медаль өте маңызды, ал оның ішінде алтын, күміс болғаны тіпті маңыздырақ. Елдос Сметовтың құрмет қошеметіне қарап, біз де олимпиада чемпионы болғымыз келеді, бірақ біз өкінгеннен ешқандай пайда жоқ. Біз дәл қазір қолымыздан келетін ол айналысып жүрген ісімізге мән беріп, сол ісімізден үлкен шабыт алсақ, сол ісімізді жақсы жасайтын болсақ, онда біз де чемпион бола аламыз. Мен сіздермен бірге осы парақша арқылы менталды түрде чемпион болуға шақырамын.